Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі бізде 115 сабақ сын есім. Сын есімдерді ажыратамын, сурет бойынша мәтін құрастыруды үйренемін. 46-шы жаттығу мәтінді түсініп оқы. Самыр кеш, ақшыл жолақтары бар, қоңыр қызғылт түсті орман құсы. Ол ұзақ уақыт бойы ағаш басында отыруды ұнатады. Ұя салар кезінде қалың орман ішіне енеді. Адамдарға көрінбеуге тырысады. Бұл құс көктем айларында шырша зиянкестермен қоректенеді. Осылайша табиғатқа едәуір пайдасын тигізеді. Мәтін не туралы? Мәтін сарыкемеш құсы жайлы. Келесі тапсырма: мәтіннің түрін анықта. Мәтіннің түрі сипаттау мәтініне жатады. Келесі тапсырма: қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Бұл сөздер нені білдіреді? Ақшыл, қоңыр, қызғылт деген сөздер. Бұл сөздерге қандай деген сұрақ қойылады. Заттың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөздерді сын есім деп айтамыз. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Мысалы, сұлу, жақсы, таза, қоңыр. 47-ші жаттығу жұмбақты көркем жаз. Жаз, шешуін тап. Сырты жасыл, дәні қара, іші қызыл, шырын ғана. Жауабы қарбыз. Қырық сегізінші жаттығу сурет бойынша мәтін құрастыр. Аю алғаш өз қонжығын суға алып келіп, жүзуді үйретпек болады. Үлкен суды көрген қонжық суға түсуге қорқып тұр. Анасы ешқандай қорқу қажет емес деп суға түсіп жүзе бастайды. Оны көрген қонжық алды-артына қарамай қаша жөнелді. Қонжықты лезде ұстап, суға жіберіп, өзі қасында жүзуді үйретеді. Қонжық көп уақыт өтпей жүзуді үйренді. Енді ол ешқашан өзінің судан қорықпайтынын анасына айтты. Қырық тоғызыншы жаттығу кесте бойынша сын есімдерді мағынасына қарай топтап жаз. Түс: жасыл, күлгін. Дәм: ащы, қышқыл, дәмді, тәтті. Көлем: үлкен, ірі, ұсақ, кіші. Пішін: домалақ, сопақ, сүйір. Сапа: жақсы, құрғақ.
50-ші жаттығу ребусты шешуіндегі сөзді қатыстырып сөйлем құра. Бірінші суретте тауық, екінші суретте қаз, үшінші суретте ай. Бірінші суретте тауық сөзінен алғашқы та сөзін аламыз. Ал екінші тұрған қаз, қаздағы ең соңғы з әрпін аламыз. Ал ай сөзінен алғашқы а әрпін аламыз. Сонда бізде таза сөзі шықты. Біздің үй таза. Олжас кемін таза ұстайды. Маржан кітапты таза ұстайды. Балалар, осымен сабақ аяқталды. Осы арнаға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.